Кейде ойланам да, осындай әңгіме есіме түседі. Мына өткенде ғана, кеше ғана қыз ұрлау, қызды алып қашу туралы айтып отырмыз ғой. Сол кезде келіспейтін адамдар көп. Неге сонда? Бұл дәстүр ғой деген сияқты. Бұл дәстүрдің тозағы, дикарство, шариғатқа қайшы нәрсе. Біріншіден, Абай айтады, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді. Бұл тозығы кәдімгідей. Екіншіден, үшіншіден, ата-бабаларымыз осы сара жолды қалдырып кетті ғой, бұл осындай ғой, мынандай ғой деген сияқты ата-бабаға тиілей береді де бұл айтқан кезде. Ата-баба кім ол? Ата-баба ол сен, мен, ертең бізде ата-баба боламыз. Ата-баба шатаспайды деп кім айтты? Барлығы шатасады. Хасан аль-Басри айтады, пайғамбардың қабірінде тұрып, саллаллаху алейхи уассалам, бүкіл адам шатасады, қателеседі, мына адам ғана қателеспейді деп айтқан. Пайғамбарды меңзеп отыр. Бүкіл адам қателеседі. Сол болашақ ата-баба боламыз бізде. Біздің қателігіміз ертең болатын болса, қазіргі жасап жатқан. Ертең сол болашақ ұрпаққа дәстүр болып кетуі мүмкін, тағы да басқа болып кетуі мүмкін. Сол себепті олар сол жаман жолмен жүру керек деген сөз бе? Ағайын, қазір мысалы лесбиянкалар көп, гейлер көп, тағы да басқа көп. Болып жатыр. Өздеріңіз естіп жатырсыздар. Ертең олар да ата-баба болады. Сонда болашақ ұрпағымыз, біздің ата-бабамыз еркек пен еркек жатты, әйел мен әйел қосылды. Бұл біздің дәстүріміз. Ата-баба сонда дұрыс емес пе? Егер дұрыс болмаса, не үшін оны ұстанатын еді деп сол гейлердің жолымен, тағы да басқа соның жолымен жүру керек пе бізге сонда? Ағайын, қандай бір іс болмасын, қандай бір нәрсе болмасын, қандай бір дәстүріміз болсын, оны діннің елегімен елеу керек. Өтті ме? Өткіземіз. Өтпей қалды ма? Тастаймыз. Абай сол үшін айтады, дәстүрдің озығы бар, тозығы бар дейді. Бұл менің сөзім емес. Бұл біздің дана қазағымыздың сөзі. Сол себепті бәрін ата-бабаға тилей бермеңіздерші, Құдай үшін. Ата-баба деп шаршатады кейде адам бар ғой. Ертең сен де сол ата-баба боласың. Қазір қаншама алкоголиктер бар. Ертең ол да ата-баба болады. Ал не? Менің ата-бабам арақ ішкен кезінде мен де ішем деу керек пе? Олай болмайды, ағайын. Кішкене мына мида жұмыс етсеңізші. Ми бар ғой бізде, ақыл иелері дейді Аллах тағала Құранда. Ақыл қайда бізде? Әлде сондай бір надан халге түстік пе біз? Мен ата-бабаларыма қарсы ештеңе айтып жатқан жоқпын, бірақ әр нәрсенің өзінің орны бар. Сол себепті ешкім идеальный емес. Идеальный только пророк саллаллаху алейхи уассалам болды.